Сәлем сұлулар, мен бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ, ауызда еритін сүзбелі бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен песочный қамырымызды дайындап аламыз, яғни құрғақ қамыр дейміз ғой. Оның үшін ең алдымен сливочный масло, яғни сары майымызды мен осылай пышақпен бөліп алдым. Сливочный маслоны жаңағы теркадан өткізіп салсаңыздар да болады. Майымыздың үстінен құмшекерімізді салдым. Құмшекеріміздің үстінен ұнымызды ситодан өткізіп салып аламыз. Осылай ситодан өткізіп алдық. Енді барлығыны бірге жақсылап араластыратын боламыз. Мен бір шай қасықта қопсытқышты ұнның үстінен салып жібердім. Және енді қамырымыз құрғақ, шашыраңқы болғанша барлығыны бірге жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Міне біздің құрғақ қамырларымыз дайын болды. Басқан кезде сәл бір-біріне жабысатындай болуы қажет. Қатты құрғақ болып кетпесін. Қамыр қатты болып пісетін болады. Енді салмасын дайындап аламыз. Салмасына мен 400 грамм сүзбені салып алдым. Сүзбенің үстінен 2 жұмыртқаны жарып алдым. 2 жұмыртқаны жарып алып, үстінен құмшекерімізді салып, салмамызды жақсылап араластыратын боламыз. Яғни жұмыртқамыз бен сүзбеміз бір-бірімен жақсы бірігіп, біркелкі болып шығуы қажет. Миксермен миксерлеп жасасаңыздар да болады. Қасықпен де осылай араластырсаңыздар әдемі болып шығады. Міне осылай салмамызды дайындап алдым. Яғни жаңағы сүзбеміз жұмыртқаның барлық жеріне бірігуі қажет. Енді дайын болған салмаларымызды, яғни алдымен қамырымызды қалыпқа салып аламыз. Менде қалып 24 сантиметрлік пергамент қағазын салып алдым. Мен құрғақ қамырымыздың азғантай бөлігін алып қойдым бетіне шашуға. Енді осылай қамырымызды жақсылап салып аламыз да, оның үстінен салмамызды салатын боламыз. Пергамент қағаз болмаса, фольга төсесеңіздер де болады, немесе листі майлап жіберсеңіздер де болады. Осылай салмамыздың салып, барлық жері біркелкі етіп, реттеп шығамыз. Не осылай біркелкі етіп аламыз. Енді үстінен құрғақ қамырымыздың азғантай бөлігіні шашып жібереміз. Мен 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп алдым. Енді әрқайсымыздың пешіміз әртүрлі, соған қарай пештеріңіздің градусын өздеріңіз реттеп алыңыздар. Пирогымыз осылай дайын болып шықты. Яғни бәлішіміз пісіріп болған соң міндетті түрде мұздай жерде суытып алыңыздар. Пирогымыз осылай болып пісті. Іші жұмсақ, былқылдақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Аз уақыт кетеді, тез дайындалады. Аз болсын.